Құрметті достар, бүгін біздің қонағымыз ерекше кісі, танымал эксперт, коуч, отбасылық эксперт Ахан Мергенбай мырза. Бүгін подкастымызда жастар тәрбиесі, табысқа жету жолдары, стресстен қалай шығу керек және өмірлік миссия, сол тақырыптарды ашатын боламыз. Ал енді біздің бірінші сұрағымыз, бүгін біз мектебімізде тренинг өткіздік, арнайы сізді Алматыдан шақыртып. Сол тренинг барысында сіз оқушылармен сұхбаттасып, сұрақтарын біле алдыңыз. Енді қалай ойлайсыз? Жалпы қоғамдағы болып жатқан сұрақтармен біздің оқушылардың сұрақтарының арасындағы бір ұқсастық болды ма? Жалпы біздің қазіргі оқушыларымыз қандай сұрақтарды сізге қоя алды, сіз оларға қандай кеңес бере алдыңыз бүгінгі тренингімізде? Бүгінгі біздің бүгінгі біздің оқушылармен өткен тақырыбымыз өмірлік миссия, үлкен өмірге қадам дегендей. Адамның болашақта өмірін қалай өткізгісі келеді, не нәрсеге арнағысы келеді, болашақта өзін қалай көреді, өзін қалай пайдалы, өмірін қалай пайдалы өткізсе болады деген секілді осындай бір сұрақтарды талқылап түрлі жаттығулар мен құралдармен. Сол кезде де балалардан, оқушылардан, қыздардың да, ұлдардың да тарапынан біраз сұрақтар болды. Сол кезде мысалы мақсат пен миссияны ажырата алу, одан кейін мамандықтың сол миссия жолында немесе өмір жолында қысқа ғана бір мерзімнің, қысқа бір мерзімнің екені, немесе қысқа бір уақытты ғана алатын бір көз жетті. Одан кейін ол мамандықтың өзі былай қарағанда бір құрал ретінде қарай алу өмірге. Сол кезде де біраз бір сұрақтар туындады оқушылардан. Сонда мақсат пенен миссияның айырмашылығы қандай? Егер миссияны біз анықтасақ, сонда өмірге басқаша қарауға болады екен ғой деген секілді. Өмірімнің миссиясын анықтасам, көптеген сұрақтардың жауабы анықталады деген секілді осындай біраз дүниелер талқыланды ол жерде. Әр аудитория әртүрлі ашылды деп ойлаймын. Ұлдарға басқаша жағынан ашылды, қыздарға біраз басқа жағынан ашылды деген секілді. Енді бұның көптеген пайдалар бар деп ойлаймын. Бұл тақырыпты егер жан-жақты талқылай алса, соның бір пайдасы, егер мысалға болашақта түрлі жағдай болуы мүмкін, мысалы оқушы ұбт-дан ойдағыдай ұпай жинай алмай қалған жағдайда, ол тек қана бір аялдамалардың бір ғана деген секілді. Яғни өмірдің негізгі мәні емес. Бұл жерде балдарға, оқушыларға қандай кеңес бере алдыңыз? Мысалға, ол ұбт-дан төмен жинайтын болса, ары қарай ол не істейді ол бала? Деген мысалы қазіргі көп оқушыларда сұрақ болуы мүмкін. Енді мысалға миссиясын егер анықтай алса, шын мәнінде, енді қазір ме болашақта ма деген секілді, сол мамандықтың өзі миссияның жолында қызмет етсе. Өйткені бізде мамандықтар әртүрлі мотивпен таңдалады ғой. Мысалы біреуде әке-шешесінің қалауы болуы мүмкін. Ол да мәселелер қозғалды. Мен қаламаймын, бірақ ата-анам осылай қалайды деген секілді. Немесе ата-анасы әбден жан-жақтан енді қанағаттандыруға тырысқан. Ол жақсы, бірақ маған негізі мынадай мамандық ұнайды деген секілді. Оны қалай анама айтсам болады деген мысалы бір қыздардың тарапынан да сұрақ болды. Осы тақырыпты қалай қозғап, қалай анамменен осы тақырыпты талқылап, бір диалог құрып, ол кісіні қанағаттандырсам болады. Яғни ренжітпей деген секілді. Сонда бұл миссияның ұзақ, енді адамның қанша өмір сүретіні белгісіз, бірақ сол өміріндегі оқу ол бір қысқа ғана уақыт қой, негізі 4 жылдық бакалавр деңгейін алатын болсақ дегенім ғой. Сонда бұл осы бакалаврдың немесе бұл мамандық сол жолдағы бір құралы ретінде қарай алу. Яғни ол сол арқылы шыңдалады, ол сол арқылы күшейеді, яғни білім алады деген секілді. Өйткені бакалаврды оқудың өзінде енді оның өзінде мотивтің өзі әртүрлі де студенттерде. Мысалы бір белгілі мамандыққа түсті, қазір енді алатын болсақ, анализ жасайтын болсақ, не үшін? Әркімде әртүрлі болуы мүмкін.
біреу енді статус болуы мүмкін, біреуде барлығы оқып жатыр ғой деген ол стереотип, оны оқымасам енді ол өмір болмайды дегендей. Немесе біреуде диплом алу керек, диплом үшін оқиды біреу деген секілді. Біреу шын мәнінде білім алу үшін оқиды, біреу сол саланың маманы болу үшін, мамандану үшін сол саланы терең зерттеп әйтеуір бір өзіне алатын, бойына бір сіңіретін нәрселер үшін оқиды деген секілді ғой енді. Сонда да бұл мысалға бір миссия арқылы немесе миссияның ракурстан қараған кезде осы жерде бір енді орысша подход дейміз ғой, ол бұл қадамға басқаша келе ме деп ойлаймын да. Өз миссиясын айтқан оқушылар болды ма? Болды, бөліскендер болды. Одан кейін оны түзеттік, бір миссияларды андай корректировка жасап, біреудің миссия деп жүрген миссия емес болды деген секілді. Яғни мақсат пен миссияның айырмашылығына тоқталдық деген секілді ғой сол жерде. Немесе арман мен миссияның айырмашылығы қандай деген секілді. Жақсы. Келесі біздегі мынандай сұрақ. Қазір осы мектептердегі оқып жатқан оқушылардың жаңағы мектептің ішіндегі ең бір маңызды мәселелердің бірі ол білім және тәрбие. Осы екі мәселе маңызды болып келеді. Жалпы қыздар мен ұлдар тәрбиесінде қандай ерекшеліктер бар? Біз мысалы бүгін тренингті бөлек өткіздік. Ұлдарды бөлек жинадық, қыздарды бөлек жинадық. Мысалы не үшін? Не үшін сондай шешім біз бүгін қабылдап сөйтіп жасадық? Оның эффективності қандай? Жалпы негізі бөлек оқытқанда бір артықшылықтар бар ма? Мысалы сіз тренингтер өткізіп жүрсіз ғой. Арнайы жігіттерге өткізесіз, арнайы келіншектерге өткізесіз. Не үшін? Енді ол жерде біраз себептер. Мысалға жігіттердің арасында, тек жігіттердің арасында өткізген кезде біраз жігіттердің ашылуына үлкен септігі тиеді деп түсінемін. Өйткені қыздар отырған кезде кейбір жігіттерден болсын, қыздардан болсын шынайылық байқалмай қалады кейде. Жасандылық болып қалады. Сосын андай бір-біріне кейде енді ішінде бір сезімдері болатын болса, ұнайтындай бір қылықтар жасауы мүмкін. Салыстырмалы түрде жігіттер біраз ашылды деп түсінемін бүгін. Ұл балалар өздерінің миссияларымен бөлісе алды, өздерінің проблемаларымен бөлісе алды деген секілді. Бұл да үлкен бір септігі бар. Одан кейін сұрақ қойғанда да. Одан кейін мысалға ішінде миссияға қатысты тақырыптар қозғалды ғой. Ол жерде отбасына қатысты мәселелер қозғалған кезде де, сол кезде де жігіттерге андай бір ашылып сұрақ қоюға, ойларын айтуға бір, білмеймін, менің ойым бір пайдасы бар ма деймін да сол жағынан. Қыз балалар да мысалы өздерінің сұрақтарын емін-еркін қоюға, ойларын ашық айтуға деген секілді. Сол жағынан. Сонда білімді жақсылап сіңіру үшін көп жағдайда ұлдар бөлек болғаны ыңғайлырақ болады ғой сонда, эффективності жоғарырақ болады. Былайша айтқанда физикада КПД дейді ғой. Сол КПД кішкене жоғары болады деп отырсыз, Бұдан кейін андай бір енді бұл жасты балалар ғой бір-бірімен арасында білмейміз ғой не бар екенін, сезімдер бар ма, басқасы бар ма. Одан кейін тағы да жаңағыдай ашылуына бір ұялып қысылатын болса, бәрі ондай емес шығар. Бірақ ішінде мысалы біреу қысылып ұялатын болса, ол сұрақты қоймайды. Өйткені ыңғайсыз жағдайда қалғысы келмейді. Сосын тағы да мысалы бір орталарда мазақ қылу деген бір. Мысалы бір қыз бір сұрақ қояды, қыздарда ондай нәрсе жоқ негізі қатты. Енді мазақ қылып ана бүйтіп басып тастау деген. Қыз сұрақ қойған кезде оны басқа қыздар ондай қатты баспауы мүмкін. Бірақ бір жігіттер алаттан жерде балалар деп жаңағыдай жерде мазақ қылады, күлкіге айналдырады. Сонымен ана қыз қызарып, ұялып ана жерде отырғызып тастауы мүмкін да. Сосын тағы да бір қолданып көрген бүгінгі нәрсе, жігіттердің ортасында білеміз ғой, жігіттердің табиғаты, олар жарысқа, сайысқа, бәсекеге бағытталған ғой негізі. Кішкене бүйтіп бір сол бәсекенің бір отын тұтатып жесеңіз, жігіттер жанады. Мысалы бүгін бірнеше қыздар енді жазды, 30-40 деген секілді нелер жазды андай бір тапсырмаларды. Жігіттер 100-ге жеткізгендер болды ғой. Кішкене бүйтіп ал деген сияқты, кім көбірек дегендей кішкене жігіттерді көсіп жүрген кезде жігіттер о жағынан енді
өте жақынбыз да біздің табиғатымыз жарысқа, сайысқа. Жалпы ұлдың табиғаты бөлек қой. иә Мысалы баланың, кішкентай балалардың өзін алатын болсаңыз, ұл балалардың, біздің мысалы жас кезімізде, бала кезімізде қандай ойындар ойнайтын едік? Барлығы бәсекеге негізделген ойындар. Біз жай ойындар ойнамаймыз. Ұлдардың кез келген мысалы 5 жастағы, 10 жастағы, 15 жастағы баланың ойындарын қараңыз. Атыс, ләңгі, футбол мысалға деген ойында, немесе атыс ойындары деген секілді осындай бір кез келген бір балалардың, ұлдардың ойнайтын ойынын алатын болсаңыз, асық, ол жерде жеңімпаз бар, ол жерде мықты бар, ол жерде әлсіз бар. жүгіреді. Сосын мысалы сыныпқа келгенде атаманды анықтап алу, бұл өте маңызды мәселе жігіттер үшін. Қыздарды ондай емес қой. Қыздардың ойындарының барлығы, ол жерде жарыс жоқ, ол жерде бәсеке жоқ қыздардың. Қыздар өз одан кейін көп болып жүрмейді ғой, екеу-үшеу болып жүреді негізі, бөлініп екеу-үшеу, төртеу деген секілді. Олардың негізгі ойындарының бәрі андай эмоциялық жақындыққа бағытталған да. Қыз бала ойнаған кезде бір-біріне жақындай түсу керек. Негізгі мақсат сол. Қыз баланың ойында. Сонда бағанағыдай жаңа жігіттер мен қыздар ойнаған сабақ өтіп жатқан кезде де қыз бір кішкене шалынып қалса болды ғой. Сол жерде басып жібереді ғой жігіттерді. Сабақ деген ғой. Ахан мырза, мысалға өзіңіз ата-анасыз, иә? Қазір қанша балаңыз бар? Ұл қызыңыз? Оны нетпей қоса болады шығар. Ал бола ма? Иә. Бола ма? Бұл жерде бір сұрақ болып тұр да. Енді сіз өзіңіз ата-ана ретінде мектепті таңдаған кезде қандай критерийларға басымдық бересіз? Енді бастауыш сыныпты алған кезде мұғалімне басымдық беремін. Негізі мұғалім маңызды мен үшін бастауыш сыныпта. Неге? Енді ол баламен жұмыс істейді, сол баламен мысалға дейін бірнеше сағатын өткізеді, ол кісі үйретеді, ол жерде ол адамның тек қана білім емес қой, оның қарым-қатынасы, оның бір көзқарастары, оның өз ұстауы, балаға деген енді қарым-қатынасы бәрі маңызды деп түсінемін да. Енді бір аз-маз бір шет жағасын сол кісінің туралы сұрастырып, зерттеп барып берген дұрыс көремін өзім. Иә, сіз қазір солай жасадыңыз, иә, негізі өз ұлдарыңызға, қыздарыңызға. Кейде бір мұғалімге түсу үшін біраз кәдімгідей бір нелерден өттік деген секілді ғой. Андай бір әдетте 3-4 мұғалім болады ғой енді. Енді қарапайым мектептерде мысалы 1-ші сыныпты алатын, 4-ші сыныпты шығарып салғанда 1-ші сыныпты алады ғой енді. Сонда біз 4-ші сыныпты оқытқан кезде оны зерттейтініміз бар да. Сұрастырып, ол кісі туралы мінездемесін, ол кісінің сипаттамасын, ол кісіге қатысты адамдардың жаңағы кері байланысын алуға тырысамыз. Мына мұғалім қандай, мына мұғалім қандай деген секілді, ол кісіге қатысты ойлар қандай дегендей. Жақсы. Мысалы, енді қазір 4 қызым бар, соның мұғалімін енді келісіп сөйлесіп қойғанбыз, ол кісінің мұғалімін. Бірінші сыныпқа келген кезде соны алатын. Ол қазір мысалы сол қызымнан сұрасаңыз, мұғаліміңіз кім десе, апайыңыз десе, апайының атын айтады ол. Деген секілді. Мысалға деген ғой. Сонда сізге қызыңызға, ұлыңызға жаңа 4 жыл бойы бір мұғалім сабақ берген маңызды ғой, иә? Енді бір мұғалім, және ол мұғалімнің енді мысалы мен үшін ол мұғалімнің дауыс көтеруі, айғайлауы, немесе қорлауы, болмаса жекесіне кіруі, ол енді мен үшін өте маңызды мәселе. Бұл осындай бір нәрселердің орын алмағаны. Одан кейін мысалы баламен де оны талқылау деген секілді бұл мәселені. Бұл жерде кішкене әртүрлі ойлар бар негізі қазіргі қоғамда, жалпы білім саласында. Бұл біздің кеңес одағынан қалған мемлекеттерде көбінесе бір мұғалім 4 жыл бойы сабақ береді. Бірақ енді менің ойым қазіргі жүйеде ондай емес қой. Өйткені ол мұғалім, негізгі мұғалім бар, одан қосымша мұғалімдер де бар ғой. Суреттен басқа мұғалім береді, әннен басқа мұғалім береді деген секілді нелер бар қосымша. Және бір мұғалімдегі аты болғанмен, ол жерде дене шынықтырудан басқа мұғалім береді деген секілді бірнеше мұғалім сабақ береді. Бірақ негізгі бір мұғалім бар да. Ол қазір былай да, мұғалімнің өзінің негізгі бір жақсы көретін пәні бар да, ол бастауыш сыныпта беретін мұғалімі. Ол біреу үшін мысалы математика, біреу үшін жаратылыстану, біреу үшін тіл болуы мүмкін. Сол жағдайда көбінесе біз балдарымызды сол мұғалімнің жақсы көретін пәнін жақсырақ түсінетін байқаймыз. Мысалы өзім мұғалім бейімі тіл болатын болса, әдебиет,
ол балаға математиканы бір қатты бір математика деген махаббатын аша алмайды. Өйткені өзі гуманитарияға жақынырақ, өзі поэзияға жақынырақ, өзі сондай неге жақынырақ болған кезде бала да сондай болады көп жағдайда. Егер жаратылыстану жақынырақ болса, ол кісі сол жағын көбірек түсіндіре алады. Деген нәрселер былай бар да қоғамда. Ол жақ осы нәрсеге байланысты қандай ойыңыз бар сіздің? Енді оны осы саланың мамандарымен талқылау керек шығар. Ата-ана ретінде айтсаңыз болады ғой бұл жерде. Ойыңызды ата-ана ретінде сіздің қызыңызда, ұлыңызда қай бағыттары көбірек дамып жатыр? Ол бағытты да бұл жобаны бір көру керек шығар, неден бір эксперимент дейміз ғой енді, бір тәжірибеден өткізіп. Енді біздің алдымызда онда әлі кездескен жоқ дегенім ғой. Бір сыныпта, енді бастауышта, әр пәннен жоғары сыныптағыдай, әр пәннен бір мұғалім беретін деген секілді. Енді біздегі қалыптасқан жүйеде дегенім ғой, білім жүйесінде. Жалпы мен өзім ондай бір эксперименттерге ашықпын. Егер ондай ұсыныс болатын болса деген ғой. Енді бұл мен жеке өзімнің субъективті көзқарасым ғой жалпы. Жақсы. Иә, бұл жерде негізі біз сондай өзіміздің ойымызды көбірек айтамыз. Жалпы қоғамдағы бар кейбір қағидаларды, кейбір жаңағы ұстанымдарды мүмкін біз былайша айтқан кезде түсінбейміз, мүмкін біз ол нәрсені дұрыс деп санамаймыз. Ол да болуы мүмкін. Себебі көбінесе осындай сұхбат барысында, әңгіме барысында сыни тұрғыдан ой айтқан кезде ол көп жағдайда дұрыс та болуы мүмкін. Сол үшін біз қазір сізден ата-ана ретінде осындай сұрақты қойып білгіміз келді. Енді мынандай сұрақ, тағы да бір сұрағымыз бар. Мысалға балдар енді үлкен сыныпқа барады. Ол жерде жаңағы сұрақ қою маңыздырақ. Ұл дұрыс сұрақ қойса, қыз дұрыс сұрақ қойса, көбірек жауап ала алады, өзіне қажетті. Ол арқылы ол көбірек мүмкін нәтиже дұрысырақ болады, білімі жоғары болады деген сияқты нәрсе. Көп жағдайда ол нәрсені біз өмірде байқаймыз, көбісі сұрақ қоя алмайды. Мысалы, бүгінгі тренингтада сіз байқаған шығарсыз, кейбір оқушылар бірде бір сұрақ қойған жоқ. Кейбіреулер мүмкін 2 сұрақ, 3 сұрақ қойып үлгерді. Енді бұл баланың ертең үлкен өмірінде де мәселе. Ертең отбасы құрар кезде де біреу жақсы сұрақ қоя алады, біреу жақсы сұрақ қоя алмайды. Сондай жағдайларда біз қандай тәсілдерді қолдансақ болады? Басқа жаңағыдай өзімізге керек нәрсені білу үшін сұрақ дұрыс қоя алмаймыз. Ол нәрседен қысыламыз. Бірақ біз қателескіміз келмейді өмірде. Не істесек болады осындай жағдайда? Оқушыға қатысты сұрап ба? Иә, оқушыға, үлкен адамға, жалпы енді келесі 15 жастан жоғары адамдарға байланысты сұрақта. Мысалы, мектепте деп айтатынбыз, мысалы сіздің жағдайда, иә, мысалы 10-11 сыныптары бар мектепті алатынбыз. Мысалы, егер бізде сол өзекті болатын болса, бұл кәдімгідей менің ойымша мұғалімдердің ортасында ортақ бір мақсатта кәдімгідей жұмыс жасалу керек па деп түсінемін. Мысалға, енді мен білмеймін, онда жаңағы ол мотивациямен бола ма, стимуляциямен бола ма, бірақ балаларды сұрақ қоюға ынталандыру, жігерлендіру, одан кейін оларды сол бағытта қалай бір енді мотивировать дейміз ғой, бір шабыттандыруға болады. Қалай оларды сол нәрсеге итермелеуге болады. Яғни мынадай сұрақ қою айып емес деген айып деген стереотипті жою. Өйткені мысалы біраз оқушыларда мынадай түсінік болуы мүмкін. Сұрақ қою ол білімсіздің немесе ақымақтың әрекеті. Мен бір сұрақ қойдым, мен де бірдеңе дұрыс емес деген ойды алып тастау. Яғни сұрақ қою ол норма. Керісінше сұрақ қою. Енді сұрақты әртүрлі мотивпен қояды, бірақ сұрақты білу үшін, түсіну үшін, тереңірек оны тану үшін сұрақ қою бұл керісінше құпталатын дүние екеніне қалай алып келсек болады балаларды осы ойға. Содан мүмкін мұғалімдердің барлығы осындай нәрсені білдірсе, бір ауыздан, олар маған оқушылардың сұрақ қойғаны ұнайды деген секілді.
сосын сұрақ қойған адам бүгін одан кейін білмеймін андай бір нелер жүргізу керек па енді сіз айтқаннан кейін ол қазір келіп жатады ойлар. айта беріңіз. Мүмкін мысалға бал қойса ұпай, сұрақ қойған үшін. сұрақ кімде қанша сұрақ қойылды бүгін. Мысалы түгенше бүгін 4 сұрақ қойды, бәленше бүгін 8 сұрақ қойды, бәленше 3 сұрақ қойды. Мына кісі кімде сізде сұрақ болған жоқ, білдім деген секілді. Алдан сұрақ қоюға деген, сосын сол сұрақтың ішінде мысалға білмеймін оқушылардың өзіне немесе андай бір рейтинг жасауға болады. Қандай ең өзекті сұрақ, ашық сұрақ, мықты сұрақ деген секілді сұрақтар бөлінеді өзі. Қиындығына байланысты. Мысалы ашық сұрақ деген бар. Сосын мықты сұрақ деген бар, әлсіз сұрақ, мықты сұрақ, сосын ашық сұрақ, жабық сұрақ, сосын өзекті. Қайсы ең өзекті сұрақ болды бүгін? Өзектілігіне қарай. Мысалға, немесе қай сұрақтың нәтижесінде біз жаңа нәрсе біле алдық. Деген секілді деп анау мұғалімдердің өзі осы бағытта жұмыс істеу керек па деймін да. Егер бізге бұл мәселе маңызды болатын болса. Соның шығыста мынадай бір мақал бар. Адам қателеспейінше және оны істеп көрмейінше ешқашан үйрене алмайды дейді. Өйткені адамға қателесу ол норма. Және ол сұрақты дұрыс қоймаған үшін ешкім айыптамайды. Оны ешкім ұрыспайды. Керісінше біз оны құптаймыз және қолдаймыз осы нәрсені. Деген секілді осындай бір тенденция жүру керек па деймін да мектепте. Қалай дейсіз? Жақсы, толыққанды келсем, ол мұғалімнің жаңағы бір сабағының бір жоспарына кіру керек та. Осылай мен жасаймын деп ниеттеніп кіретін болса, ол осы нәрсені жасай алады. Оны кәдімгідей мысалы мұғалімдердің бүкіл неше мұғалім бар, сол мұғалімдер жиналыстарда, енді мұғалімдердің кездесуінде, осы мұғалімдердің жиналысында осы нәрсені ақырын енді бірден ол болмауы мүмкін, бірақ ақырын сіңіре берсе осы нәрсені деймін да. Балаларға сұрақ қойып үйретейік. Оларды керісінше қолпаштайық, қолдайық оларды деген секілді ғой. Бірінші сұрақтарда сіз жауап бердіңіз ғой, көп жағдайда қыздар сұрақ қойған кезде олар солай күлуі мүмкін, кекетуі мүмкін деп. Тағы да сондай мысалдар бар ма? Қай кезде мысалға қыздар қысылады, жаңағыдай өзін еркін сезіне алмайды, қандай жағдайларда жаңағыдай өзіне керекті информацияны ала алмайды олар. Енді мысалы мен өмірдегі болған мысалдар айтсам, бір қателік үшін болуы мүмкін, немесе бір алдында қателесіп қойды сонда, бір рет. Бұрын қателескен болса, мысалы, немесе отбасылық жағдайына қатысты. Мысалы, бағана біреулер дәптерінде жазып, мынау бола ма деп маған бүйтіп көрсетіп, ешкімге оқытпай жатыр да. Көрсеткісі келмейді, ұялады. Басқа ешкім көрсетпейді, ұялуы мүмкін. Енді ол жерде сосын андай болуы мүмкін ғой. Осы жауабымен немесе осы сұрағымен аудиторияның алдында ақымақ болып көрініп қалам деген. Ол да біздің стереотип та. Ол жайдан жай келген жоқ қой ол. Көрдіңіз бе? Сосын жалпы біздегі қазір болып жатқан бойымыздағы бір стереотиптер, бұл біздің тарихымызбен байланысты болуы мүмкін. Мысалы, қорқыныш деген нәрсе бар да, психологияда. Адам мысалы бірден қорқады. Әсіресе қыз балалар өте көп ол қорқатын нәрсе. Біреу қараңғылықтан қорқады. Біреу судан қорқады. Сосын мысалы осындай айтады, мысалы біреу айтады, менің әйелім судан қорқады. Мен айтамын, тарих бар деймін ол жерде. Кезінде кішкентай кезінде батқан екен дейді суға. Деген секілді. Біреу қараңғыдан қорқады, енші ол бір жерде бір кезде қалып қойған ба, сондай бір тарихы бар да оның. Ол жайдан жай қорқпайды ол. Біреу жыланнан қорқады дейді. Егер жыланнан қорқатын болса, онда ақырын бүйтіп разбор жасап өзімен терапия жүргізетін болсаңыз, енші бір өмірінде жыланмен байланысты бір нәрсе бар. Немесе біреу арақ ішкен адамнан қорқады. Ендеше оның тарихында бір арақ ішкен адаммен бір оқиға бар, мен білмеймін мысалға деген ғой. Түсіндіре алдым ғой? Сол секілді бағанағыдай бір менде комплекс болып қалған болуы мүмкін. Ол кішкентай кезімде болды ма, мектепте болды ма, ол өзімнің ата-анамның тарапынан ба, туысқандарым тарапынан ба, жоқ мұғалімдердің тарапынан, жап-жауызды. Осындай да сұрақ бола ма екен? Кішкене ойланып барып қоймайсың ба бұл сұрақты деген секілді неше түрлі жаңағыдай сөздермен аузын жауып тастаған болуы мүмкін, сосын болып жабылып қалуы мүмкін да. Енді бұл кәдімгідей бұл оңай шаруа емес менің түсінігімде. Бүйтіп келдіңіз де, ана жаңағыда бір кнопканы басып жібердіңіз, ана стереотип жойылып кетті. Енді сұрақ қоюға қысылып ыңғайсызданып жүрген адам сұрақ қойып кетеді деген нәрсе емес деп түсінемін. Бұл кәдімгідей адамның
өзінің ойымен жаңағыдай көзқарастарымен комплекстерімен жұмыс істеу деген бұл үлкен маңызды шаруа деп түсінемін да. Өзекті жан жақтан жұмыс істеу. Одан кейін білмеймін енді үшбұрыш деген түсінік бар ғой енді, оқушы, мектеп, жаңағы ата ана деген секілді. Иә, ол ата ананың да тарапынан мүмкін белгілі бір кішігірім нұсқаулықтарды алып оны жіберу керек па, мысалға деген ғой. Мысалы қараңыз, отбасыға да келіп қалдық. Мынандай сұрақ болып тұр менде. Енді отбасылар, қазір әртүрлі отбасылар бар. Біздің өзіміз мектепті алсақ, 300-ге жуық оқушымыз бар. Оның жаңағы 34% ол мұғалімдердің несі, балдары. Осы мектептің Біздің мұғалімдері ме? мектептер, 34% оқушы, 100 баланың ата-анасы бізде мұғалім. Бүгінде сіздің жалпы тренингіңізге келген басым бөлігі сол мұғалімдердің балдары. Негізі біз сіз тренинг өткізіп жатқан кезде мен анализ жасап, кішкене бәрін қарап шықтым. Бізде қазір мектепте 13%, яғни 40-қа жуық оқушымыздың бір ғана ата-анасы бар. Біреу қайтыс болған, немесе ажырасып кеткен, немесе жас кезінде жаңағыдай бір апаттанып кетіп қалған деген сияқты нәрселер бар. Ол 13% құрап отыр қазіргі кезде мектебімізде. Облыстың балдары бар. Облыстан 16%. Олар бұл жақта білім алу үшін өздерінің туысқан үйінде тұрып жатыр. Өзінің туған анасының, туған әкесінің үйінде емес. Олар жаңағы бір туысқандардың үйінде 5 күн тұрып, жексенбі күндері жаңағы үйлеріне барып оқып жатыр. Мысалға бұларда қиындықтар бар. Және бүгінгі тренингқа көбінесе біз осы жаңағы отбасыларды шақырғымыз келді. Жаңағы облыстағы балдарды, немесе жаңағы ажырасқан, сондай қиындықтар көргендерді шақырғымыз келдік. Бірақ өкінішке орай біз оларды шақыра алмадық. Өте кем оқушы келді. Сол ниетте біз қазір подкастта түсіріп жатқанымыз, мүмкін олар үйіне барған кезде подкастты көру арқылы да мүмкін бір жақсы ой алады деген ниет бар. Көп жағдайда жаңағы сондай әкесі де, анасы да кішкентай кезінен баламен айналысқан, дұрыс садикке берген, дұрыс мектепке берген, дұрыс тәрбиесімен айналысқан отбасыларда көбінесе балалар еркін болады, ашық болады. Олар үлкен кісілермен еркін сөйлесе алады, бұндай тренингтарға ашық деген қуанып жүреді. Ал біздің ниет барлығына бір көмек беру да, мектепте тәрбиені дұрыс беру. Осындай кезде мысалға қалай оларды шақыруға болады? Жаңағы көбінесе жаңағы анасы өскен балдар бар, әкесі өскен балдар бар. Соларға қалай біз жаңағыдай білімге, жалпы тәрбиеге, жалпы дұрыс ертең отбасы құруға көмектесе аламыз деген сұрақ бар менде. Өйткені білесіз, қазір қоғамда ажырасқан отбасылар өте көп. Бұлар енді дұрыс отбасы құра алады ма? Құру үшін бұларға не керек деген сияқты үлкен бір сұрақ. Соған бір кішігірім жауап берсеңіз. Енді Абай айтады ғой, Абай атамыз, адамға өзінің үш ортасы деген нәрсені айтады ғой енді. Ата-ана, ұстаз және орта. Осы үш жаңағыдай ортаның қайсы көбірек әсер етеді деген кезде, кімді көбірек жақсы көреді, сол оған әсер етеді. Менің ойым, егер мұғалімдердің сөзі өтімді болу үшін, енді сынып жетекші болма, жоқ басқа мұғалім бола ма, сөзі өтімді болу үшін, бағанағыдай ұсыныстар бола ма, кеңестері бола ма, оны қабылдау үшін оның жүрегі жаулану керек деп ойлаймын да. Яғни ол мұғалім жақсы көру керек. Жақсы көрмесе, мен біраз дүниеден бұл нәрсе эмоциялық кәдімгі жақындық ақпараттың қабылдануына, ұсыныстардың қабылдануына, немесе оның өтінішінің жүзеге асуына кәдімгідей әсері бар деп түсінемін да. Мысалға бағана бір оқушының мазасы болмай отыр екен да. Балаларға тапсырма беріп қойғаннан кейін сонымен жеке сөйлесуге тырыстым біраз. Енді былай сұрадым, несін жағын айтып, бірақ ашылды біраз. Сосын айтамын да, сізді жақсы көретін адамдар көп па деймін да. Жоқ, мен ешкім жақсы көрмейді дейді.
сіз кім жақсы көресіз, мен де ешкім жақсы көрмеймін дейді. Сосын сізге ұрысатын адамдар көп па десем, иә дейді да, адамдар бар дейді, біраз ұрысады, бәленше ұрысады деген секілді. Сосын мектептің мұғалімдерінің ішінде кіммен жақсы қарым қатынастасыз, кім бір екі мұғалімнің атын атады да, бәленше деген кісі ол сол кісімен жақсымын деген секілді. Енді сондай бір кішкене жеке бір подход жасаған кезде ашылып жатыр да, кім қай мұғаліммен қалай деген секілді. Бұл да маңызды деп түсінемін да. Өйткені мұғалім қанша жерден енді компетентті болса да, білімді болса да, өзінің бағанағыдай мамандығы немесе өзінің пәнінің хас шебері болса да, ол жерде егерде бір адамды қабылдамаса қиын да. Менің түсінігімде адамды қабылдау деген бір, сосын барып маман ретінде мойындау деген бар да. Ол адамды қабылдай алса, енді ол бонуста егер оны жақсы көрсе, мұғалім ретінде, ұстаз ретінде, одан кейін барып оны маман ретінде мойындаса, менің ойымша оның тарапынан шыққан ақпараттар керемет сіңе ме деймін адамға. Мысалы, мынандай бәрімізді мектепте оқыдық қой, бір мұғалімді ерекше жақсы көрсеңіз, ол кісіге деген бір ерекше құрметіңіз болатын болса, ол кісінің пәні ұнамаса да пәнін оқып барасыз да. Ұятты, өйткені ана апайды немесе ағайды ренжіткіңіз келмейді да. Соның көңілі үшін деген сияқты бар ғой оқушыда ол нәрсе. Дәл сол секілді керісінше, бір мұғалімге өшікті ме, оның пәрін қанша жақсы көрсе де, маңызды болса да, оны оқымауы мүмкін да, қырсығып, ерегісіп деген секілді. Қалай дейсің? Иә, бұл жерде көп жағдайда біздің қоғамда біз көбінесе солай адамға байланамыз. Енді біздің қоғамда солай қалыптасқан. Жаңағы бірінші сыныптан төртінші сыныпқа дейін бір мұғалімге байланамыз. Одан кейін тағы да бір химикке байланып қаламыз. Ол химик ауысып кетсе, біз екінші химикті қабылдамаймыз. Жалпы бұл біздің енді менталитет. Кеңес одағынан қалған менталитет деп ойлаймын. Өйткені басқа мемлекеттерде ондай нәрсе жоқ та. Көп дамыған мемлекеттерде, Жапония болсын, басқа Сингапур, Австралия, Англия деген мемлекеттерде, ол жақта мектепте жыл сайын мұғалім әр сыныпқа әртүрлі мұғалім сабақ береді. Сонда баланы олар пәнге деген махаббатын ашуға тырысады. Биологиядан бір мұғалім сабақ береді, келесі жыл басқа мұғалім береді, одан кейін басқа мұғалім береді. Сонда ол бала мектепті бітірген кезде 5 мұғалімнен сабақ алады. Ол бала одан кейін ол пәнді басқаша түсіне бастайды. Өйткені әр мұғалім, мысалы бір химик органиканы мықтырақ түсіндіруі мүмкін, екінші химик физхимияны дұрысырақ түсіндіруі мүмкін, төртінші химик аналитиканы жақсырақ түсіндіруі мүмкін да. Сол кезде бала әр түрлі жағынан көре алады да. Ол елдерде енді. Біздің елде ондай нәрсе жоқ. Бізде бір химик сабақ береді да, соңына дейін сол беріп шығады ғой. Бұл жерде қараңыз, менің ойым жаңағыдай, ол бәлен жыл бойы байлану деген сөз емес. Мысалы 4 жыл ма 5 жыл бойы сабақ беру емес ол жерде, менің ойым. Бұл жерде ол бір-ақ жыл бере ме, жоқ бір-ақ семестр бере ме, ол жерде уақыты маңызды емес деп түсінемін да. Бір сабақ, екі сабақтың өзі жеткілікті ғой. Бір сабақта баланың бүйтіп бетін қайтарып жіберуге, көңілін қалдыруға жеткілікті. Сонда әрбір сабақ, әрбір қарым-қатынас ол маңызды деп түсінемін да. Жеткізе алдым бойда. Және бұл ұзақ беру емес, ол бір жыл бере ме, сол бір келген кездегі, не бар ғой да, психологияда да, первое впечатление дейді ғой. Алғашқы мұғалімменді қабылдай алу, онымен қарым-қатынас құра алу, оның білмеймін қылықтары, сөздері, соның бәрі мысалы бұл жердегі мұғалімнің мәдениеті, қарым-қатынасы маңызды деп түсінемін да, жалпы. Білімін өткізу үшін, еді, ол білімін сол бір белгілі пәннің мұғалім болып келді ғой енді, оны біз мектепке сол үшін қабылдадық қой деген ғой енді. Енді сол пәнін өткізу керек қой енді, ол бойындағы өзіндегі ақпаратты беру керек қой оқушыларға. Ол ақпарат берілу үшін бағана канал болу керек деп түсінемін да. Ол сіз айтып ғой, дәреже ол. Үлкен дәреже ол кәдімгідей. Адамның мысалға тұлғасына қарамай, оның тарапынан ақпаратты қабылдау ол енді екінің бірінің қолынан келмейтін еді ол. Көп жағдайда енді жаңағы
мысалы тарих пәні бар ғой, әртүрлі тарихшының әртүрлі өзінің методикасы бар. Енді гуманитарлық пән болғаннан кейін әрқайсысы әртүрлі өтеді. Барлығын айтып жатқаны бір нәрсе, мысалы бір көтерілісті түсіндіріп жатыр да, бірақ әрқайсысы әртүрлі түсіндіреді. Көп жағдайда біз көріп жатқан нәрсе, мысалы бір шәкірт, ол үшеуі де төртеуі де күшті тұлға. Әрқайсысымен сөйлессеңіз, әрқайсысы қызық тұлға. Бірақ біздің балдар, мысалы оқушылар бір тарихшыға байланса, екінші тарихшы өткізе алмайды өзінің, мысалы бір тақырыпты бітіреді, екіншісі келіп екінші тақырыпты өткізейін десе, ол қабылдамайды. Бұл жерде көп жағдайда ол нәрсені біз студент болғанда түсінеміз. Мектепте оқып келеді да, бірінші курсқа кіреді, сол кезде көбісі депрессия болады. Жаңағыдай өзін дұрыс оқи алмайды, өйткені мектепте үйреніп қалды ғой жаңағыдай. Көп жыл бойы бір мұғаліммен сабақ өтіп. Университетке келген кезде оларда қиындық пайда болады, трансформация болады. Көп оқушыларда сол кезде университеттен отчисление болып шығып кетіп жатады. Енді бұл нәрселерді үлкен сыныптарда қалыптастырып қойсақ, қалыптастыра алса мектеп, ол балаға үлкен өмірде де жеңіл болады. Ертең ол кез келген жерге барған кезде университетте әртүрлі профессорлардан ол білім ала алады. Ал біз көбінесе ол нәрсені мектепте қалыптастыра алмадық. Содан кейін университетке барған кезде қиналамыз. Бірақ әйтеуір 4-ші курсқа дейін әйтеуір бір уақытымызды дұрыс өткізуге тырысып әйтеуір өтеміз да. Енді бұл кәдімгі түсініп қоғамда болып жатқан нәрселер да. Мен бұны болсын деген ниет емес. Болса жақсы. Мысалға енді қазақ түрік лицейлері болсын, Назарбаев мектептері болсын, ол жақтарда көбінесе балдарға әр сыныпта әртүрлі мұғалімдер сабақ береді. И ол бала мектепті бітірген кезде сұрап көресің ғой. Бірінші мына математик берді, екінші 8-ші класста мынау математик береді, 10-ші класста мына математик береді, 11-де мына математик береді да. И ол балада математика деген былай ұғым мүлдем бөлек, жақсы көреді да, и кәдімгідей түсіне алады оны. Өйткені көп мұғалімнің не алып көрді да. Енді бұл жерде біз былай ойлаймыз көбінесе. Мысалға біздің мазхабымызда Абу Ханифа, ол кісінің 2000 ұстазы болған. Енді сол сияқты да, неғұрлым сенің ұстаздарың көбірек болады, соғұрлым сенде білім көбірек болады да. Сен былайша айтқан кезде тек қана біреуді қабылдамайсың да ол кезде. Сол да біздің білім саламызда сол үшін да мысалы біз көп жағдайда мектебімізге кәсіпкерлерді шақырамыз, психологтарды шақырамыз, тренерлерді шақырамыз, университеттің өкілдерін шақырамыз. Балдар хотя бы осы кезде, уақыт бар кезде көріп түсінсін деген ниет мақсатында біз қолданамыз да осындай кездесулерді. Енді келесі сұраққа өтейік. Мен көп сөйлеп кеттім. Жалпы мынандай бір сұрағымыз бар. Миссияны қалай табамыз? Миссияны қалай табамыз? Жалпы миссия дегеніміз не? Жалпы миссия дегеніміз адам өзінің өмірін не нәрсеге арнағысы келеді. Яғни адамзатқа, елге, әлемге қалай пайдалы бола алады деген сұрақ қой. Яғни өзінің қалған ғұмырын қалай пайдалы өткізсе болады. Яғни ол экологиялық болу керек, ол пайдалы болу керек елге, жерге, әлемге деген секілді ғой енді. Негативпен байланысты болмайды негізі ол миссия. Тек позитив болады деген ғой енді. Миссия дегеніміз осы негізі. Енді оны қалай табады деген кезде, оның әртүрлі құралдары бар, түрлі жолдары бар. Мысалы, менің түсінігімде бір енді образды түрде бір ғимарат бәлен есігі бар. Әртүрлі есіктен кіреді адамдар оған. Мынау бір құрал бар, осы әмбебап құрал, осы құралды қолданып, осы құрал арқылы тауып аласыз деген менің ойымда ол біреуге өтеді ол. Мысалы, маған өткен құрал бір басқа біреуге өтпеуі мүмкін. Сізге өткен құрал үшінші адамға өтпеуі мүмкін деген секілді ғой. Бұл жерде құралдар әртүрлі. Бізді осы бүгінгі кездесуде сол бірнеше құралды ұсындық оқушыларға. Олар біреулері мысалы тапқан болуы мүмкін, біреулер жақындаған болуы мүмкін, біреулер ойланып кетті. Мысалы бір оқушылар айтып отыр, өзіме бүгінгі кездесуден миссиямды нақтылау керек деген мақсатты қойдым дейді өзіме. Деген секілді ғой енді. Бір таппады. Оны мысалы ол ұзақ уақыт алуы мүмкін біреуден. Және ол миссияны
енді миссияны табуды, миссияны анықтауды, миссия өзінің жеке миссиясын анықтаудың құнын, бағасын түсінген адам болса, ол меніңше ол өте қымбат нәрсе да. Өйткені әркім әрдайым біреулер мүлдем миссиямен басын қатырмаған, оны ойланбаған адамдар көп. Немесе біреулер бір белгілі жасқа келген кезде бірақ тауып атады деген секілді ғой. Ал енді оны кішкентай кезінен, жас кезінен тауып алған болса, ол ол басқаша қарайтын болады, басқа ракурстан қарайтын болады. Мен мысалы бір Астанада өткіздім, бір мектепте 9-шы сыныптың оқушыларын өткіздім миссияны. Сол кезде кейін кері байланыс алған кезде ана сабақта миссиясын анықтағаннан кейін бір оқушылар болды, оларға жаңағыдай мамандықтың өзі жай ғана бір не болып қалды ғой, айтқан құрал ретінде мамандыққа басқаша қарай бастады ғой. Өйткені мысалы оқушыларға бүгін айтып жатырмын да мен, біз не нәрсеге дайындалып жатырмыз, 10-11 не нәрсеге дайындалды оқушылар? Бірақ қана нәрсе үшін, ол грантқа түстің деген сөз болды. Негізі грантқа сол үшін біз бала қалай деген сияқты бір қарсылықтар болды да. Сосын мен айтамын, егер сіздерге хабар келсе қазір, болды, сен түстің, міне жолдаманы алсаңыз дайындаласыз ба деймін да. Болды дейді ғой, дайындалмаймыз. Жоқ дедім ғой. Дайындалмаймыз. Енді ол ненің дәлелі? Біз сол үшін дайындалып жатырмыз деген сөз ғой. Білім үшін ғой, білім үшін емес қой деген ғой негізі біраз адамдікі. Бұның екінші дағы да тұсы бар. Бұның екінші жағы бар. ОБТ үшін дайындалған, яғни ОБТ үшін алынған ақпарат, ОБТ үшін оқылған мәліметтер ОБТ біткеннен кейін ұмытылады. Ол заңдылық. Өйткені адамға кез келген нәрсе ниетіне қарай беріледі. Осыдан аман есен өтіп кетейін дей ме? Өтіп кетуі мүмкін, содан жетті, өтті, бәлен ұпай жинады, болды. 1 апта, 2 апта ұмытылады. Содан кейін мысалға 6 айдан кейін, 3 айдан кейін сол ақпаратты сұрайтын болсаң, есінде жоқ та. Неге? Өйткені ниетіне қарай сақталды жадында, ниетіне қарай өткеннен кейін ұмытылды. Заңдылық деп түсінемін. Күшті. Бізде көбісімізде ниет дұрыс емес қой. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық деп тұр ғой, Ибрай атамыз. Көңілге тоқылмаса ол ықыласпен. Баға үшін емес. Бізде мен бағана айтқан өзіміз неше түрлі жүйе бар, жүйемен кеңестік жүйе бар. Баға үшін оқу, баға үшін тырысу, ол андай бір секілді осындай нәрселер бізде біраз стресс тудырады. Бағана бір қыз бала айтып отыр. Менің анам осынша ұпай жинауым керек деп айтады. Мен білемін дейді, бір өзім қабілет, мен алмаймын, не істесем болады деген секілді. Белгілі бір рамка қойған анасы, ол рамканы ала алмаса стресс болайын деп тұр екі жақта да. Қыз қазір айтып тұр, мен ала алмаймын дейді, мен білемін дейді өзімді. Сол секілді бір ашық сөйлесулер, ол не маңызды деген секілді адамда. Не маңыздырақ деген секілді. Үлкен тақырыптар ма деген ғой бір талқыланатын. Рахмет қой. Бүгін сіздің тренингіңізде болған оқушылар бақытты шығар. Көп нәрсені түсініп, жаңағыдай ары қарай не істеу керек екенін түсініп, енді жол іздеп ары қарай Құдай қаласа табатын шығар деген ниеттемін. Жалпы уақытыңыз тапшы болғанына қарамастан, осылай бізге подкаст беріп, ойыңызды бөліскеніңізге мың алғыс. Аханаға Шымкент қалаға келіп тұрсаңыз, мектебіміз әрдайым ашық. Қуана осы жерде қарсы аламыз. 2 сұрағымызға да 5 сұрағымызға да жауап берсеңіз, соған біз ризамыз. Өйткені енді көп сұрақ қойып, оны қолданбағаннан гөрі оданша аз сұрақ қойып, алған нәрсені қолдансақ, ол да жақсы нәрсе бізге. Бәрекелді. Рахмет. Сіздерге де. Олдыққа Қазеке. Бәрекелді.